Шай мускат деген жүзім қит болып кетті ғой, соған қатысты көптеген видеолар шығып кетті дегендей. Біз енді өзіміздің Қазақстанда жергілікті жүзімді жеңіздер, ешқандай дәрі де жемейді, басқа да болмайды, және де біздің шаруаларды қолдаған болар едіңіздер. Яғни Қазақстанның ауыл шаруашылығына аза болсын үлес қостым деп есептелінесіздер ғой, былайша айтқанда. Ал Қытайдан келген жаңағы 2000 теңгелік па, сол жүзімді алып денсаулығыңызға қалай әсер ететіні белгісіз біріншіден, екіншіден ол туралы жақсы пікірлер кездестіре қоймадым мамандардан. Сондықтан да жергілікті жүзімді жеуге кеңес беремін. Әсіресе әр жемісті өзінің мезгілінде жеген дұрыс. Қазір қыстық жүзімдердің сезоны солай. Бұл видео сіздерге қаншалықты өтеді өтпейді комментарийға жаза кетіңіздер. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.